Армысыздар ардақты ағайындар. Эфирде ой түйін бағдарламасы. Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні жыл сайын 28 сәуірде аталып өтілетін мереке. Әрине, бұл мереке дейміз, немесе жалпы бұл жұмыста қайтыс болған немесе жарақат алған жұмысшыларды еске алудың халықаралық күні деп те аталады. Дүниежүзілік еңбекті қорғау күнінің тарихы 1989 жылы кәсіподақтар мен жұмысшылар Америка құрама штаттары мен Канадада жұмыс орнында зардап шеккендерді немесе қайтыс болған жұмысшыларды еске алу күнінен бастау алды. 1996 жылы халықаралық еңбек ұйымы дүниежүзілік еңбекті қорғау күнін құру туралы ресми ұсыныс жасады. Ал жалпы бұл 2003 жылдан бастап аталып өтіле бастады. Қазірдің бұл күні әлемнің 100-ден астам елдері, соның ішінде әрине Қазақстанда да аталып өтіледі. Бүгінгі таңда Кәсіподақтар Федерациясының қызметінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселесі басым бағыттардың бірі болып табылады. Осы орайда әр кәсіпорында бекітілген еңбек ұжымдық шарттарда әр жұмысшының денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау басым орында болуы тиіс. Әлеуметке бағдарланған кез келген кәсіпорын бәрінен бұрын апаттың, жарақаттанушылықтың және кәсіби аурулар деңгейін төмендетуге мүдделі. Осыған орай бүгінгі хабарымызда Қазақстан темір жолы жүк тасымалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі локомотивтердің жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру департаментінің менеджері Алмас Гимадиев қатысып отыр. Кәсіподақ медиа студиясына Алмас, қош келдіңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Өйткені сіздің жұмысыңыз да осы еңбек қауіпсіздігінің алдын алумен өте байланысты. Сіз осы уақытта көп жылдар жұмыс істеп келесіз және жақында ғана Қазақстан темір жолы компаниясы осы апаттың алдын алған теміржолшыларды марапаттады. Сіз бас жүлдеге ие болдыңыз және сонымен қатар 4 миллион теңгелік жолдама берілді. Сіздің отбасыңызбен демалып қайтуға сіздің жүлдеңізбен құттықтаймыз. Ол сіздің еңбегіңіздің бағаланғаны. Алмас, енді жалпы осы жоғарғы марапатқа ие болуыңыздың өзі айтып отырмыз, жауапкершілігіңізбен адал еңбегіңіздің арқасы деп. Алдымен өз еңбек жолыңызды атап өтсеңіз, өмірбаяныңызды. Ассалаумағалейкум, рахмет. Мен жалпы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, қазіргі Абай облысы Мақаншы ауылында дүниеге келдім. Осы ауылдан мектеп бітіріп, 2001 жылы Алматы қаласындағы Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясына осы жоғары оқу орнына оқуға түстік, локомотивтер факультетіне. Осы оқу орынды бітірген соң, осы академияның жолдамасымен деп айтуға болады, Екібастұз қаласындағы локомотив депосына бригадир болып жұмысқа орналастым. Бұл бригадир жұмыс локомотивтерге техникалық қызмет көрсету пунктінің бригадирі болдым. Осы бригадир болып 1 жыл шамасында жұмыс істеп, 2008 жылдан бастап ауысым шеберіне ауыстық. Бұл біздің жұмыстағы басты мақсат, ол әрине локомотивтерге техникалық қызмет көрсету нөмір 2. Мына локомотивтердің техникалық қызмет көрсетудің әртүрлі түрлері бар. Мысалы, техникалық қызмет көрсету 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ге, сосын капитальный ремонт дейді, капитальный ремонт дейді. Біздің жұмысымыз осы техникалық қызмет көрсету нөмір 2. Осы жерде жұмыс істеп, 2013 жылға дейін ауысым шебер болдым. 2013-тен бастап осы 2023-тің қаңтар айына дейін 10 жыл шамасында аға шебер қызметінде жұмыс істедім. Осы 2023 жылдың қаңтар айынан бастап осы қтж жүк тасымалы жауапкершілігі шектеулі серіктестікте менеджер болып орталық аппаратқа жұмысқа тағайындалдым. Яғни елордаға ауыстыңыз. Иә. Сіздің еңбегіңізді бағалады. Сіз бұл немен ерекшеленеді? Сіздің жұмысыңыздың бағалануы қанша осы өндірістік жарақаттың, жазатайым оқиғалардың алдын алуға сіз көп еңбектеріңіз болған екен. Қандай мысалдар келтіре аласыз? Қандай жағдайлар орын алды? Біз жалпы осы 2020 жылдан басталды осы жүйе, жаңағы ПДБ-ны толтыру.
АДБ КТЖ. Иә, осы жүйемен жұмыс істедік қой біз. Бұл жүйеде үнемі толтырып отырамыз. Ішіндегі жаңағы поведенческий диалог безопасности дейді. Бұның ерекшелігі, мысалы, ол жұмыстағы жазатайым жағдайлар болмас үшін осыны алдын алу. Біз, мысалы, техникалық қызмет көрсету барысында, мысалы, локомотивтер дейік, оның ішіндегі, мысалы, электровозды алсақ, электровоз аты айтып тұрғандай, электровоздың ішінде көптеген электр жабдықтары, электр агрегаттар, аппараттар, мысалы, сымдар көп болады. Уақыт өте келе электровоздың пайдаланысына байланысты осы бұл аппараттар, сымдар деген сияқты оқшаулар тоза бастайды. Ішіндегі, мысалы, бір мысалды айтып кетсек, тоза бастайтын сымдар шыға бастайды, мысалы. Ол сымдармен енді тоқ өтіп тұрады ғой. Жұмыскерлер ары-бері, мысалы, ішінде жүрген кезде, жұмыс істеп жүрген кезде байқамай, мысалы, ұстап қалуы мүмкін. Осындай нәрселерді, мысалы, болдырмау үшін уақытында қадағалап отыру керек, қарап отыру керек, осыны алдын алып отыру керек деген сияқты. Яғни бұл автоматтандырылған жүйе сіздерге алдын алудың жалпы көмегін тигізіп отыр ғой қазіргі уақытта. Иә, әрине. КТЖ компаниясы жалпыдан нөлдік жарақат бағдарламасын енгізген компаниялардың қатарында. Бұл жүйе қалай жүзеге асырылады? Мысалға, ұялы телефондарға орналастырыла ма бұл? Иә, бұл жүйе, негізі мына жүйе менің ойымша өте жақсы, өте ыңғайлы ойлап табылған жүйе деп ойлаймын. Себебі, егер алдыңғы осы бұл жүйе болмай тұрып, мысалы, алдыңғы жылдары, мысалы, жұмыс істеген кезден салыстыратын болсақ, мысалы, бір жерде, бір филиалдарда болсын, мысалы, бізде, бір адам жарақат алып қалды, или мертігіп қалды деген сияқты, Құдай сақтасын, бірақ ондай нәрсе аз болсын деп тілейміз ғой, бірақ мысалы осындай жағдай болды деп есептейік. Ол жағдай бізге, мысалы, КТЖ-ның бас аппаратынан, мысалы, біз филиалда жүрген кезде, мысалы, аға шебер болып жүрген кезде, айына бір рет қана таныстырылуға жіберіп отырады. Ол, мысалы, бір ай бойы, мысалы, жинайды, ана жақта, мысалы, ана филиалда мынандай болды, мына филиалда мынандай болды, мына филиалда мынандай болды, бір ай болды жиналады. Сосын кейін оның бәрі филиалдарға жіберіледі. Біз филиалдарда оның бәрін оқып, танысып отырамыз. Сол бір ай уақыт кетеді, мысалы. Қазіргі осы жүйенің арқасында, мысалы, бұл өте тез арада, мысалы, бір-ақ күнде, мысалы, бүгін бір нәрсе осындай жағдай болса, бүкіл Қазақстан ертеңінде бәрін біліп отырады. Себебі именно осы жүйеге бәрі тез арада найзағай деп аталады. Найзағай ретінде жіберіліп отырады. Біз біліп отырамыз, қай жерде не болып жатқанын. Мысалға, Ақтөбе облысында болған жағдайды Абай облысының қызметкерлері көріп отырады. Жалпы республика бір жүйеде. Иә, бір жүйеде. Бұл өте сондықтан да бір оларға сабақ болады. Осындай жағдайларды болашақта тағы болдырмас үшін әдейілеп осы туралы толық ақпарат жіберіліп отырады. Кім қай жерде, қандай кезде, қандай сағатта, қандай уақытта болды деген толық ақпаратты осы жүйе арқылы біз көріп отырамыз. Екібастұзда жұмыс істеген қанша уақыт істедіңіз және қанша жағдайдың алдын алдыңыз сіз? Қауіпті жағдайда. Екібастұзда мен жалпы 2007 жылдан бастап істеймін. Оқуды осы жаңағы академияны бітіре салып, 15 жыл уақыт бойы Екібастұзда бір жерде жұмыс істедім. Бір жерде өстім, бригадир болдым, жаңа айтқандай, ауысым шебер болдым, аға шебер болдым. Бізде мына техникалық қызмет көрсетті осы локомотивтерге. Жалпы мына темір жолдағы кез келген саланы алып қарасақ, жерде жатқан жолдары болсын, мысалы, үстіндегі түйіспе сымдар болсын, локомотив болсын, вагон болсын, жалпы өте қауіпті аймаққа жатады. Қай жерінде болмасын, мысалы, жұмыскерлер техникалық қызмет, техникалық қауіпсіздікті сақтамайтын болса, мынандай әртүрлі жарақатқа, мысалы, туындауы мүмкін. Осыны, мысалы, алдын алу үшін бізде, мысал келтірсем, бізде жұмыскерлер, көбінесе жұмыскерлер болған соң, адам баласы болған соң, мысалы, цехта жүрген кезде, именно осы пунктта жүрген кезде, техникалық қызмет көрсету пунктінде жүрген кезде, мысалы, ана қорғаныс каскілерін кимейді. Не болмаса, ана электр дәнекерлеушілері тез бір жұмыстарды асығып істеймін деп маскаларын кимеуі мүмкін. Осыларды қадағалап отырамыз, осыларды ескертіп жұмыскерлермен жұмыс жасап отырамыз, осындайларды болдырмау үшін. Неге әкеп соғуы мүмкін, әртүрлі, мысалы, жұмыста болған соң, бізде цехта әрі эстакадалар бар. Ең астыңғы эстакадада жұмыс істейді, мысалы, ортасында да, крышасында да, үстінде де, локомотивтің үстінде де жұмыс істеп жүреді.
бір нәрсесі қолынан тайып шығып кетуі мүмкін деген сияқты осылардың бәрін үйретеміз. Басыңда каска болмаса басыңа бір нәрсе құлайды. Я болмаса локомотивтің астына мысалы экипаж бөлігіне түсетін болсақ, темірлері мысалы көп, ыңғайсыз шығып тұрады, бәрі кедергі жасайды. Каска кимесең басың соғыласың, жарақаттайсың деген сияқты. Сіз қанша жағдайдың алдын алдыңыз? Екібастұзда жүрген. Екібастұзда жалпы мен 2021 жылдан бастап санасақ 59 жағдайды 59 жағдайды осы ПДБ-мен толтырыппын. Ал 2022 жылдың қорытындысы бойынша 35 мысалы мүмкін болады-ау деген жазатайым жағдайды алдын алдық. Бұл бір ғана бір өңірден мысалға сіз деген уақыттағы. Ал енді елордаға ауысу сізді, менің естуімше, компания басшылығы шақырды осы еңбегіңізді көріп. Иә, осы құба-құп қабылдадыңыз. Иә, осы бір желтоқсан айында, есімде болса, желтоқсан айында үйде осы бір демалыс күндері болды. Телефон шалды, главный менеджер. Бұрыннан істейміз, таниды, менің жұмысымды көріп жүрген адам. Олар енді бізден үнемі андай отчеттар талап етеді ғой, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп өзінің бұйрықтарын жіберіп отырады. Уақытында істеп отырдық. Осындай мысалы жаңағы қауіпсіздік, техникалық қауіпсіздікті сақтау деген сияқты осылардан күнде мысалы Инстаграмға шығып отырдық, содан көрді ма. Осындай жерге сосын маған ұсыныс жасады. Бізде осындай орын босап жатыр. Дәл қазір осы техникалық қызмет көрсету бойынша, осы өзіңнің салаң бойынша бағыңды сынап көр. Осы бізде мына темір жолда вообще жұмысқа орналасу неме бізге электронды поштамен жіберіледі ғой, ай сайын ба, апта сайын ба вакансиялар жібереді. Сол жерге шығады, сосын конкурс болады, көп адамдар келеді, соның ішінен егер өтсең жұмысқа шақырамыз, келгенің дұрыс болады деген сияқты осындай бір. Сіз өз адал еңбегіңізбен өттіңіз. Енді қазіргі жұмысыңыз, қазір енді барлық еліміздің өңірлерінен сіз қызметкерлердің жұмыс тәртібін қарап, қадағалап отырасыздар. Солай ғой, иә? Күніге қанша локомотивті жөндеуден өткізесіздер? Жалпы бұл процесс қалай жүреді? Жалпы процесс, егер локомотив жөндеу процесіне келетін болсақ, локомотивтерге техникалық қызмет көрсетудің көп түрлері бар. Жаңағы айтып өткендей, ТО2, ТО3, ТО4, ТО5 деген сияқты, ТО8-ге дейін. Біздің жұмысымыз осы ТО2 техникалық обслуживание, техникалық қызмет көрсету. ТО дегеніміз техникалық қызмет көрсету, техническое обслуживание 2, ТО2 деп атайды бізде. Бұл техникалық локомотивтер, бұл техникалық қызмет көрсетуге әр 36-48 сағат сайын. Жаңағы магистралдағы локомотивтер, жүк таситын, пассажир таситын 36-48 сағат сайын техникалық қызмет көрсетуге кіріп отырады. Бір локомотивті қарадыңыздар, ол жол жүріп келеді, жүк тасымалымен келгеннен кейін оны тағы да күнделікті қарап отырасыздар. Екі күнде бір рет қарап отырамыз ғой, 48 сағаттың ішінде ол локомотив айналып қайтадан кіру керек бізге. Күніге айына қанша енді мысалы локомотив? Қазіргі мысалы еліміз бойынша алатын болсақ, шамамен бір айда 6000-7000 локомотив қаралып отырады. Енді қазір қызметкерлерді осы жұмыстың тәртібін қадағалап отырасыздар, оны оқыту курстары тұрақты жүргізіледі ғой. Оларға жаңадан келген қызметшілерге қандай қолдау көрсетесіздер? Иә, міндетті түрде жаңадан келген кісілерге бір жыл ішінде, алғашқы бір жылында өте қатты қадағалау керек. Оған арнайы инструкциялар бар, мысалы. Бірінші жыл жұмыс істеген кезде, жаңағы алдында айтып өткендей, темір жол саласы өте қауіпті аймақ. Бұның жаңадан келген міндетті түрде жаңадан келген жұмысшыларға өте қатты қадағалаймыз. Әр түрлі жыл сайын, мысалы ай сайын бекітілген техникалық сабақтар жүргізіледі. Мысалы локомотивтің конструкциясы бойынша, техникалық қызмет, техникалық қауіпсіздік бойынша, экология бойынша, өндірістік қауіпсіздік бойынша мысалы үнемі жастарды мысалы қадағалап қарап отыру керек. Қазір енді нақты биылғы жылға қандай жұмыс жоспарын белгілеп міндеттеп отырсыздар қауіпсіздіктің алдын алу бойынша? Қауіпсіздіктің алдын алу бойынша жоспар әрине өте көп. Ең алғашқы, ең бірінші деп айтсам болады, ол жұмыскерлердің жұмыс жағдайын жақсартсақ деп армандап отырмыз. Ол біздің мысалы техникалық қызмет көрсету пункттерінде көп жылдар бойы олар мысалы аппараттар бар, мысалы дәнекерлеу аппараттар бар, мысалы токарь станоктар бар деген сияқты
электр шамдары бар деген сияқты солардың бәрін жақсартып, егер осы жұмыскерлердің жұмыс жағдайын жақсартатын болсақ, біз ары қарай мысалы қозғалыс қауіпсіздігін де мысалы жақсартуға мүмкіндік бар. Егер адам жұмыс істеген кезде инструменттер дұрыс болса, аппараттар дұрыс болса, каскалары, киген киімдері, аяқ киімдері арнайы түгелі жақсы болатын болса, оның бәрі бізге әрине жақсы ғой. Ол қолайлы жұмыс үшін оның бәрі жеткілікті ғой. Оның бәрі бізде жеткілікті. Ол туралы да мақтануға болады. Мысалы, жылдан жылға бізде мысалы жұмыскерлерден анкета дейді ғой, опрос болып отырады. Арнайы киімдеріңіз қалай деген сияқты. Соның бәрінің арқасында мысалы жылдан жылға киімдері сапасы да жақсарып келеді. Аяқ киімдердің де мысалы каскалардың да сапалары жақсарып келеді. Оның бәрін көзбен көрген соң, оның бәрін айтуға тұрақты жағдай. Жалпы енді Қазақстан темір жолы компаниясы қызметкерлердің денсаулығы мен өмірін сақтауға, оларды ұжымдарда қолайлы жұмыс жағдайын жақсартуға айтарлықтай жұмыс жасауда, оны көріп те жүрміз. Және осы мына 2022 жылдың қорытындысы бойынша компания 400-ге жуық қызметкерді осы жұмыстар үшін ынталандырып 18 миллион теңге бөлген екен. Соның ішіне бас жүлде деп сізге тиесілі болды 4 миллион теңге. Қайда демалып келдіңіздер? Егер құпия болмаса. Біз жоқ, ол ешқандай да құпия емес. 4 миллион сертификатын алған соң ол ақшаны жіберді. Ол ақшаны біз мен өзім болсын, отбасым, маған қарағанда отбасым өте қуанды оған. Мысалы, бұндай жағдай, бұндай мүмкіндік деп айтсақ болады. Әркімге мысалы келе бермейді. Шетелді барып көріп қайту деген арман болатын кезінде. Енді осы арманымыз орындалды. Біз жақын арада Таиланд мемлекетіне барып келдік. Таиландта 10 күн демалып, ай шіркін, тағы 1-2 ай жатса ғой демалып деп армандап келдік, расын айтқан кезде. Осы орайда енді әріптестеріңізге не деп айтар едіңіз хабарымыздың соңында? Хабарымыздың әріптестерге әрине осы жұмысты жалғастыра берсін. Бұл мүмкіндік, бұл рас нәрсе. Өзіміз егер осы жұмысты бастаған кезде, егер шынымен айтқан кезде сенімсіздікпен қарадық. Оны менің әріптестерім бәрі көрді, білет. Сол кезде мысалы менімен бірге істеген бізде әр филиалда сектор бар, сектор өндірістік қауіпсіздік және экология секторының бастығы болды. Сол жігіт Ержан Келдібаев деген, сол үйретті. Осындайда толтырып жатырмыз, оған әртүрлі премиялар берінеді. Ең басты премия осы сертификат шетелдерге деп. Оған расында айтқанда сенімсіздікпен қарадық. Бірақ сонда да толтырып отырдық, қарап отырдық. Расымен де ай сайын премия бере бастады. Ынталандыру, қолдау бар. Ынталандыру, бірінші премия алған соң уже мотивация да көтеріле бастады, елдер көре бастады, менің артынан расында да береді екен ғой деп. Енді бүгінгі таңда осыған 4 миллиондық сертификатқа қол жеткізіп отырмыз. Ол енді әркімге, енді әріптестеріме айтайын дегенім, ол істеу керек болады. Мұндай мүмкіндік бар. Тәртіп керек, жауапкершілік керек. Міндетті түрде. Бұл орайда әрине Қазақстан темір жолы компаниясының басшылығымен Қазкөліккәсіп, яғни теміржолшылардың кәсіподағы арасында жақсы байланыс орнатылған. Әлеуметтік байланыс бұл ұжымдық шартта да жақсы көрсетілген сіздердің, және ол жақсы күйінде орындалып отыр. Яғни соның ішінде еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік қорғау теміржолшылардың еңбек жағдайын жақсарту бойынша соның бір мысалы міне сіздерге де көрсетілген бұл ынталандыру жалпы. Рахмет, Алмас. Осы орайда мен жаңағы айтайын дегенім мына осы жүйе туралы, ПДБ туралы, осы сертификат туралы біріншіден әрине Қазақстан темір жолы басшыларына өзімнің алғысымды айтқым келеді. Осындай мүмкіндік бергенге бізге. Сондықтан және бір қуантатын жағдай, осы біздегі өткенде мысалы сертификат берген күні де сол жерде Қазақстан темір жолының басшылары болды. Батыр Көтерев деген мырза болды, Альмагамбетов мырза болды біздің. Соларға да мысалы өзімнің алғысымды айттым сол кезде. Бір жағынан осы қуанатын жағдай, осы біздегі қтж-ның басты мақсаттарының бірі болып, осы адам қауіпсіздігі, техникалық қауіпсіздікке басты назар аударып отырғанына шын жүректен қуанамыз біз. Өте дұрыс. Рахмет, Алмас.
көптен көп осы уақытыңызды бөліп бүгін осы еңбекті қорғау күні қарсаңында эфирімізге қатысқаныңыз үшін, жақсы сұхбатыңыз үшін, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әлде талай биік жетістіктерге жете беріңіз. Рахмет. Сау болыңыздар.